Сәлем достар, жаңа жылдық көңіл күйлеріңіз қалай? Бүгін сіздермен американдық композитор Джон Уильямстың «Үйде жалғыз қалғанда» кинотуындысының саундтрегін ұлттық аспапта үйренетін боламыз. Егер сізге қызық болса, парақшаға тіркеліп, ұлттық контентті қолдап қойыңыздар. Видеоның соңында кавердің сандық нотасы сыйға тартылады. Сабағымызды бастамас бұрын музыканың толық нұсқасын тыңдап көрейік. Егер сіз домбыраны алғаш үйреніп жатсаңыз, ешқандай қиындық тудырмау үшін мына берілген ноталарды төмен қағыспен, бас бармақпен ойнасаңыз болады. Ал егер домбыраны жетік меңгерсеңіз, гитара пиццикаттаны қолдансаңыз болады. Домбырамыздың 1, 2, 3, 4, 5 бас бармақ және 5 саусағымыздың бәрін жұмамыз. Астыңғы шегіміз жоғары, бас бармағымыз төмен және 2 саусаққа. Тағы да қайталаймыз. Қанекей, тағы да асықпаймыз, иә? Содан кейін 7-ші нүктеге 5 саусаққа барамыз. 7-ші нүктеге 5 саусақпен барамыз, дәл манағыдай қайталаймыз. 7-ші нүктенің үстіне барамыз, үлкен 2 саусаққа. Ал енді бірінші сөйлемімізді толық қосамыз. 7-ші нүкте. 7-ші нүктенің үстінде 1 саусақ, 19-ші пернеге жоғары, 5-ші нүктеге төмен, 5-ші нүктенің үстіне төмен, 5 саусаққа жоғары, 3-ші нүктеге төмен, сосын 5-ші саусағымыз 5-тің үстінде. Төмен, иә? Екінші бөлімде дәл басындағыдай әуен қайталанады. Нүктенің үстіне төмен. Егер сізде тремоло жақсы болса, тремоломен алсаңыз болады. Сіздерге видео сабақ ұнаса, домбыра үйренемін деген достарыңызбен бөлісіп қойыңыздар.